Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздерді көріп отырғаныма өте қатты қуаныштымын. Stock Market дейтін проектімнің алғашқы сабағына қош келдіңіздер. Жалпы жаңадан бастап жатқан трейдер болсаңыздар, трейдингке қызығып жүріп зерттеп жүрген болсаңыздар, сіздерге осы нәрселерді айтқым келеді. Соңғы 2 жылда білесіздер, Қазақстанда трейдинг өте қатты танымал бола бастады. Көп адам қаржы нарығына қызығушылық танытып, биржа арқылы табыс табуға ұмтылып жатыр. Ал трейдинг дегеніміздің өзі бұл нарықта сауда жасау. Яғни сауданың бір немесе 2 түрі болмайды, өте көп деген түрі болады. Білесіздер, базарда да 1-2 нәрсе сатпайды ғой деген сияқты ғой. Трейдингте де дәл солай. Трейдингтің түрлері көп. Жалпы нарықта танымалдары ол акциялар, валюта, форекс деп айтамыз, криптовалюта, фьючерс және опциондар. Бұлардың барлығы трейдингке жатады. Жалпы трейдинг бастауға шешім қабылдап енді қарап жүрген боларсыздар деп ойлаймын. Сондықтан да осы видеоны көріп отырсыз. 2023 жылдың жазында қателеспесем, Қазақстанға бота трейдер дейтін есімді инстаграмда бар кәсіби трейдер келіп, нарық тілі мен техникалық талдау негіздерін кеңінен түсіндіре бастады. Оған дейін барлық трейдерлердің, жаңадан бастап жүрген трейдерлердің өзі біраз слив болды, әртүрлі халал емес түрлермен, дұрыс емес трейдингтің түрлерімен айналысып кетті. Бірақ осы бота трейдер келгеннен бастап маркеттің тілін түсіне бастадық жалпы қазақстандықтар. Енді бұл менің ойым, жеке ойым. Оған дейін де жалпы маркетті түсінетін адамдар болды, бірақ саусақпен санайтындай болды. Және олардың үйреткен, жеткізген ақпараттардың өзі толық қол жетімді болмады бағасы, әрі былай нақты табысқа шығаратындай білім берген жоқ деп айта аламын. Жалпы менің опытым трейдингте 1 жыл болды. Жақында осы соңғы айларда, бірнеше айдан бері, 3-4 айдан бері ашып айта берейін, тұрақты түрде табысқа шығып жатырмын. Енді сол жаңадан бастап жатқандарға кеңеспен, өзім білгеніммен бөлісейін деп ютубқа видеолар салып бастадым. Бұл менің ең алғашқы видеом. Қолдап, лайк басып өтсеңіздер маған шабыт болады, және одан ары қарай да сіздерге сеніп, өз білгеніммен барынша бөлісуге тырысатын боламын. Жалпы жаңадан бастаушыларға ең қажетті 5 кеңесті айтып өтейін. Ол біріншісі, бірден үлкен ақшамен кірмеңіз. Алдымен демо-шот ашып тәжірибе жинап алыңыздар. Нарықтың қозғалысын түсінбей тұрып, нақты ақшаға сауда жасау үлкен қауіп, яғни реал ақша салмаңыздар. Демомен практикалап етіп, жақсы түсінгенде ғана реал ақшаға өтуге болады. Екіншісі, бір стратегияны меңгеріп алыңыз деп айтқым келеді. Скальпинг, дей трейдинг, свинг трейдинг стратегия көп, бәрін бірден үйренем деп асықпаңыз. Біреуін толық түсініп, шеберлікке жеткен соң ғана басқа түрлерге көшсеңіз болады. Үшіншісі, эмоциямен емес, ержежемен саудалаңыз. Қорқыныш пен ашкөздік трейдердің басты жауы деп айтады. Сауда жоспарыңыз болсын, және соны қатаң ұстануыңыз қажет болады. Төртінші кеңес, техникамен талдауды үйреніп алыңыз. Графиктерді оқуды, трендтерді тану, индикаторларды қолдану, осылар негізінен трейдердің басты табыс құралдары. Уақыт бөліп, кәдімгідей зейін қойып білім алсаңыз, түбінде табысқа шығасыз. 5-ші, ол ақшаңызды бөліп саудалаңыз. Әр позицияға капиталдың 1-2%-нан артық тәуекел етпеңіз. Барлық ақшаны бір мәмілеге салып жіберу ең үлкен қателік деп ойлаймын. Және ол сіз тем более новичок болсаңыз, ол тем более өте үлкен қателік болып есептелінеді. Сол үшін риск менеджментті қолданыңыз. Сосын тағы қосып өтейін осы жерде. Ол егерде сіз новичок болатын болсаңыз, сабырды және де уақытты талап ететін мамандық бұл трейдинг деген. Оңай ақшаға апаратын қиын жол деп айтады ғой.
Сондықтан да өзіңізге уақыт беріңіз, өзіңізден көп нәрсе басында күтпеңіз. Сондықтан да асықпаңыз, сабырлы болыңыз трейдингке келген кезде деп айтқым келеді. Келгеннен миллиондар тауып кету деген ол енді өтірік нәрсе, миф қой. Енді бастайық. Трейдинг деген не? Бұл трейдинг қаржы нарықтарында акциялармен, валюталармен, тауарлармен, криптовалюта және тағы басқа сол сияқты нәрселермен, активтермен сатып алу, сату арқылы пайда табуға бағытталған процесс. Қысқаша айтқанда, арзанға алып қымбатқа сату, немесе қымбатқа алып арзанға сату арқылы біз табыс таба аламыз. ақш қор биржасы және акциялар мен скальпинг саудасы. Біз енді Американың акцияларымен жұмыс жасаймыз. Барлық дамыған мемлекеттердің өзінде, Қазақстанда да бар қор биржасы, кейс деп аталатын, және де сол қор биржасы бар. Американда қор биржасының атаулары бар, қазір айтатын боламын. Қор биржасы дегеніміз компаниялардың акцияларымен басқа қаржы құралдарын сатып алып сатуға арналған нарық. Инвесторлар мен трейдерлер осы жерде активтермен сауда жасайды. Қор биржасы, ақштағы басты қор биржалары ол NYSE, дәстүрлі ірі компаниялар, яғни атап мысал келтіретін болсақ, брендтік компаниялар жатады оған, мысалы Coco, Chanel, Royal деген сияқты қымбат дәстүрлі брендтер осы NYSE-да акциялары бар. Ал NASDAQ ол технологиялық компаниялар. Біз осы NASDAQ қор биржасындағы компаниялармен көбінесе жұмыс жасаймыз. Ал NYSE American деген ол шағын орта компаниялардың қор биржасы. Биржа жалпы қалай жұмыс жасайды? Компаниялар IPO арқылы акция шығарады, инвесторлар сол акцияларды сатып алады, бағалар нарықтағы сұраныс пен ұсынысқа байланысты өзгереді, трейдерлер бағалардың өзгерісінен пайда көреді. Трейдингтің негізгі стильдері уақытына және мақсатына қарай әртүрлі болып бөлінеді. 4 түрлі болып, жалпы скальпинг бірінші түрі 1-5 минуттың ішінде жылдан пайда табатындарды айтады скальперлер деп. Ал дей трейдинг деген трейдингтің түрі ол бір күн ішінде, яғни күндік сауда. Свинг трейдинг күн, апта, орта мерзімді табыс табады, яғни орта мерзімде табыс табады. Инвестинг айлар, жылдар, яғни ұзақ мерзімді табыс табудың түрі. Скальпинг дегеніміз қысқа уақыт ішінде секунд, минут кіру және шығу арқылы пайда табуға негізделген стиль. Бұл әдіс жылдам шешім қабылдауды, нақты сигналдарды және жақсы реакцияны қажет етеді. Жалпы біз скальпингпен де, кейде дей трейдингпен де айналысамыз. Айналысуды алдағы уақытта жаймендеп үйренсеңіздер болады. Скальперлерге керек құралдар: платформа, брокер, анализдер мен инструменттерді білу және де ең бастысы білім керек болады. Жалпы Каспи мен Wildberries жұмыс жасағандар болатын болса, біледі ғой, мысалы товарды бір приложениемен салатын болса, оның анализін, отзыв, комментарий деген сияқты нәрселерін басқа приложениемен қарап отырады. Трейдингте сауда жасағанда да тура солай платформа болады, ол бізге анализ жасау үшін керек. Ол трейдинг вью болсын, Thinkorswim болсын, Webull болсын, қайсысы ыңғайлы, бірақ соңғы уақытта қазақстандағылардың барлығы дерлік осы Webullмен жұмыс жасап жүр. Сосын брокерге интерактив брокер, TD Ameritrade, Capital.com, неше түрлі брокердің түрлері бар. Әлемдік брокер ретінде мен жеке өзім Capital.com-мен жұмыс жасаймын. 1 жыл болды, және де қазір Freedom Bank-тің де брокерін қолданып жүргендер көбейіп жатыр. Анализдер мен инструменттер керек, білім керек, практика керек. Жалпы осы нәрселер керек болады. Сауда жасайтын трейдер білу керек, фундаменталды талдауды және техникалық талдауды білу керек. 2 түрлі анализ жасап аламыз жалпы сауда жасауға кіретін кезде. Фундаменталды, техникалық.
Фундаменталды талдау дегеніміз компанияның нақты жағдайын, қаржылық есептерін, нарықтағы орнын және экономикалық факторларды зерттеу арқылы акцияның шынайы құнын анықтау әдісі. Негізгі мақсаты акцияны шынайы бағасымен салыстырып, оны арзан не қымбат екенін анықтау. Фундаменталды анализ компанияның қаржылық көрсеткіштерін, экономикалық жағдайын және саланың жалпы тенденцияларын зерттеуге бағытталған. Бұл әдіс инвесторларға компанияның нақты құнын анықтауға және ұзақ мерзімді инвестиция шешімдерін қабылдауға көмектеседі. Біз трейдингте осы фундаменталды анализді білуіміз өте қатты керек. Бұны мысалы трейд жасайтын күні ноутбукқа отырғаннан бірінші фундаменталды анализ жасап аламыз. Өйткені біз фундаменталды анализ жасамай тек техникалық анализ жасап, яғни уровендерімізді сызып, сол техникалық анализ арқылы дайындалатын болсақ, бізде фундаменталды анализді қарамай сауда жасаған кезде волатильность болып, яғни рынокты шайқап жіберу мүмкін. Осы фундаменталды талдауды мен қазір қысқа нұсқа сіздерге түсіндіріп өтем, ал техникалық талдау өте ұзақ болады. Тағы да алдағы уақытта оған 1-2 видео шығаратын боламын. Кеттік фундаменталды анализге шолу жасаймыз. Саудаға әсер ететін факторлар. Жалпы фундаменталды анализ жасағанда саудаға әсер ететін негізгі факторлар болады. Оны біз сайттардан қарап отыратын боламыз. Негізгі факторлары экономикалық көрсеткіштер, жалпы ішкі өнім, пайыздық мөлшерлеме, ФРС айтып өтеді. Ол ФРС дегенді федеральный резервный система, яғни ақш-тың барлық жағдайын, экономикалық жағдайын және басқа да жағдайларын осы ФРС отырысы айтып жариялап отырады. Оның уақытын барлығын сайттардан қарап отырамыз. Жұмыссыздық және бөлшек сауда сияқты экономикалық көрсеткіштерге біз мән беруіміз қажет, және маңызды глобалды жаңалықтарды қараймыз. Компанияның өнімділігі, жеке жаңалықтары отчеты шығады. Бұл да саудаға әсер ететін факторлар. Фундаменталды талдаулар арқылы таңдалған акциялар. Федеральная резервная система дегеніміз бұл ағылшынша Federal Reserve System немесе жай ғана ZFED. Бұл ақш-тың орталық банкі. Ол 1913 жылы құрылған және елдің ақша несие саясатын жүргізуге, қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге, банктік жүйеге бақылау жасауға жауап береді. Жалпы қысқаша айтқанда ақша несие саясатын жүргізеді. Мысалы Қазақстанда банктер 20-22% кредит береді. Үйдің, машинаның алатын болсақ, белгілі бір проценті бар. Оны Қазақстандағы банктер белгілеп отырады, орталық банк басшылары. ФРС да тура солай Американың банктарының, орталық банктерінің басшылығы десек те болады. Федералды қор мөлшерлемесін өзгертіп, инфляцияны, жұмыссыздықты және экономикалық өсімді реттейді. Қаржы жүйесінің тұрақтылығын бақылайды, қаржы дағдарыстарын болдырмауға тырысады, банк секторын қадағалайды, коммерциялық банктерге бақылау жүргізіп, оларды лицензиялайды. ақш үкіметінің банкі қазынашылықпен жұмыс істейді, мемлекеттік облигацияларды сатады, тағы басқа. ақш үкіметінің банкі, яғни басқа мемлекеттерге де мысалы процентпен кредит береді. Соның барлығын осы ФРС тексеріп отырады. Ақша шығарады, долларлық банкноттар ФРС арқылы айналымға енгізіледі. ФРС құрылымы 3 негізгі бөліктен тұрады. Федералдық резерв кеңесі ол Вашингтонда орналасқан 7 мүшеден тұрады. Оларды ақш президенті тағайындайды. 12 аймақтық федералдық резерв банкі ақштың түрлі аймақтарында орналасқан және жергілікті банктерге қызмет көрсетеді. Федералдық ашық нарық комитеті пайыздық мөлшерлемелерді және ашық нарықтағы операцияларды анықтайтын орган.
ФРС-ның жаңалықтары сайттарды мен қазір айтып өтемін, сол сайттан қараймыз. Егер бұл ФРС-ның жаңалығы сөзі шығатын болса, бізде сол күні сол уақытта Валентинс болуы мүмкін. Сондықтан да ол кезде сауда жасамауға, сауда жасап жатсаңыз да тоқтатуға тырысуыңыз қажет. Бұл ФРС-ның бастығы, мына кісі, Пауэлл дейтін кісі, осы кісінің сөзіне трейдингтегі рыноктың қозғалысы бағыты өте қатты байланысты, осы кісіге қарап қалған ғой. Енді фундаменталды талдаудың негізгі көрсеткіштері. Негізгі қаржылық көрсеткіштерді біз Finviz дейтін приложениемен сайтпен көреміз. PE, Price Earnings деп тұрады. Акцияның бағасының табысқа қатынасы, EPS, ROE, DBT, Revenue, Free Cash Flow, еркін ақша ағыны деген сияқты компанияға байланысты барлық статистиканы осы Finviz.com дейтін сайттан қарап, зерттеп, содан кейін барып үлкен swing трейдинг деп айттық қой, жаңа апталық, айлық, жылдық трейдпен айналысатындар осы Finvizді өте көп бақылап, зерттеп отырады. Жалпы бізге де керек, бізге көбінесе ATR есептеуге керек болады. ATR дегеніміз ол бір компанияның жүре алатын арақашықтығы, яғни сонша, мысалы Tesla 220-дан бір күнде 235-ке дейін, $15 жүреді, 240-қа дейін, $40 жүреді деп ATR осы Finviz.com деген сайт арқылы қарап отырамыз. Одан көп жүріп кете алмайды Tesla, одан асып жүре алмайды деген сияқты бізге түсінік береді. Finvizді қалай қолдану керек? Ең бірінші Finviz.com сайтына кіреміз. Егер акция іздесеңіз, скринер деген бөлім тұрады, сол жерде поиск деген, яғни соған жазып визуалды нарық анализін көреміз. Ол Maps бөлімінде тұрады. Белгілі бір тикерді, мысалы Apple іздеу үшін іздеу жолағына жазамыз. Finvizбен басқа не істеуге болады? Басқа, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай көптеген әрекеттерді Finviz арқылы талдап, зерттеп, және компанияларды таңдап қорытындылаймыз, және де сол әртүрлі отчеттарына қарап, алдыңғы отчеттарына қарап деген сияқты толық осы Finviz.com сайты бір компанияның акциясын алу үшін толық фундаменталды зерттеу жасау үшін өте қолайлы сайт. Келесі бізде экономикалық жаңалықтардан қарастыратынымыз, қалай экономикалық жаңалықтарға анализ жасаймыз. Экономикалық жаңалықтарды біз Investing.com сайтынан қарап отырамыз. Investing.com сайты бұл жаһандық қаржы нарықтары, экономикалық көрсеткіштер және бизнес жаңалықтары туралы ақпарат ұсынатын жетекші платформа. Investing.com сайтында не табуға болады? Экономикалық жаңалықтар ақш, Европа, Қытай және басқа да ірі экономикалардағы соңғы оқиғалар. Мысалы, ФРС-тің пайыздық мөлшерлемелерге қатысты шешімдері немесе жаһандық сауда мәселелері туралы жаңалықтар. Investing.com экономикалық көрсеткіштер, жалпы ішкі өнім, инфляция, жұмыссыздық деңгейі, өнеркәсіп өндірісі сияқты негізгі макроэкономикалық деректер. Экономикалық күнтізбе маңызды экономикалық оқиғалар мен көрсеткіштердің жариялану күндерін бақылауға мүмкіндік береді. Мына жерде суретте көріп отырғандарыңыздай, мына уақыты көрініп тұр, және де мына жерде бұқалардың суреті көрініп тұр. Осы жерде 3 бұқа шығатын болса, егер бізде маңызды ақпарат, ал 2 бұқа орташа, 1 бұқа мұндай қатты саудаға, рынокқа әсер ете бермейтін жаңалық ретінде танимыз. Қалай қолдануға болады?
ең бірінші investing.com сайтына өтеміз. Новости немесе экономика бөлімін таңдап, соңғы жаңалықтар мен талдауларды қараймыз. Экономикалық күнтізбені пайдаланып, маңызды экономикалық оқиғалар мен көрсеткіштердің жариялану күндерін бақылай аламыз. Компанияның жеке жаңалықтары. Жаңа айтып өткен әсер ететін факторлардың ең соңғысы ол компанияның жеке жаңалықтары. Экономикалық жаңалықтардан бөлек компанияның жеке жаңалықтары болады. Оған кварталдық есеп, яғни отчет, ол ежеквартальный отчет деп айтамыз. Компанияға байланысты тағы басқа жаңалықтар жатады. Кварталдық отчет саудаланатын әр компания өзінің 3 айдағы пайдаларын жариялап отырады. Егер пайда аналитиктердің күткеннен жоғары болса, онда компания үшін позитивті. Егер күтілгеннен төмен шықса, негативті әсер етеді. Жалпы бір жылда 4 квартал болады. Отчет тапсырғанда немесе тапсыратын компанияларды investing.com немесе TradingView сайттарына көре аламыз. Есте сақтау керек, отчет тапсырған компанияларда объем көп болады, сол себепті сауда жасауға таңдап аламыз, бірақ отчет жақсы шыққан компаниялардың акциялары да құлауы мүмкін. Бұл жерде ситуацияға қарай әрекет етеміз. Енді қазір 22 сәуір күні Тесланың бірінші кварталдық отчеты болады. Енді Америкадағы жағдайға байланысты қазіргі таңда жаңалықтар жақсы болып тұрған жоқ. Тесланың себебі аналитиктердің айтуы бойынша қазір Тесланың машиналары сатылуы төмендеп кеткен. Оған бірнеше факторлар әсер етеді. Яғни конкуренттері көбейген деген сияқты белгілі бір факторлар әсер етіп отыр. Оның барлығын сайттардан қарап, зерттеп, талдап, сол күні егер отчет күні сауда жасаймын дейтін болсаңыз, солай талдау жасап, анализ жасап алуларыңыз керек. Бірақ сіз новичок болсаңыз, сіздерге басында бір минимум 6 айға дейін отчетпен сауда жасамаған дұрыс. Өйткені ол күні өте қатты волатильность болады. Егер жаман нәтиже шығатын болса, өте төменге құлап кетеді. Егер сіздің депозитіңіз аз болса, маржин кол болуы мүмкін. Маржин кол дегеніміз ол сіздің депозитіңізді полный слив жасайды, жоқ қылып тастайды, нөл қылып тастайтындай ситуациялар болуы мүмкін. Нөл қылып тастамайды, бірақ Capital.com брокерінде өзіне белгілі бір мөлшерін, депозит мөлшерін алып қалады. Сосын қалған ақшалардың бәрі слип болып кетуі мүмкін. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер өте қатты қуанамын, және алдағы уақытта басқа да сабақтармен бөлісіп отыратын боламын.